Ежелгі Орта Азия империялары қаншалықты қуатты болды? Парсы мемлекетінің әскерін талқандаған Александр Македонский шығысқа қарай бет алды. Біздің заманымыздан бұрынғы 330 жылы Әмудариядан өтіп, Соғды елінің астанасы Самарқан қаласын басып алды. Осы кезде бүкіл Соғды және Бактрия жерлерінде көтеріліс басталды. Оны Спитамен есімді ержүрек қолбасшы басқарды. Спитамен біздің заманымыздан бұрынғы 329 жылы халықты ұйымдастырып, Ескендір қалдырған әскери бөліміне соққы берді. Олардың көпшілігі қырылды. Жағдайды естіген Ескендір оларға көмекке әскер жіберді. Дегенмен де Ескендір әскерлері бірінші рет үлкен жеңіліске ұшырады. Бактрия бүгінгі Тәжікстан мен Ауғанстан жерінде ірге көтерген ежелгі мемлекет. Бактриялықтардың басты кәсібі егіншілік болды. Бактрия қымбат лазуриттің бірден-бір орталығы болды. Бұл Бактрия жерінің көптеген елдерге ерте танылуына әсер етті. Біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші мыңжылдықтың өзінде-ақ лазурит сонау Мысырға да белгілі болған. Біздің заманымыздан бұрынғы 4-3 ғасырларда Бактрия патшаларын мың қаланың билеушілері деп атаған. Бактрия мемлекеті Ефтидем атты билеушінің тұсында күшейе түсті. Бактр қаласы елдің астанасы ретінде әлемге әйгілі еді. Саудагерлер сонау Грекиядан, Мысырдан, Үндістан мен Қытайдан, Сақтар жерінен келіп жататын. Біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырда қазіргі Иранның солтүстігінде Парфия мемлекеті пайда болды. Оны құрған көшпелі тайпалардың ұрпағы ержүрек Арсак еді. Арсак шайқаста қаза тапты, орнына інісі Тиридат отырды. Рим мемлекеті Азияның жерорта теңізіне жақын бөлігін жаулап алған еді. Ол өзінің шығыстағы басқыншылық әрекетін күшейтті. Римдік әскер басы Крас өзінің атақ даңқын шығарып, ол біздің заманымыздан бұрынғы 53-ші жылы Парфияға қарсы жорыққа аттанды. Парфия әскерінің қолбасшысы Сурен римдіктерді жеңеді. Атақты Крастың өзі де қаза тапты. Оның басы соғыс олжасы ретінде Парфия патшасына жіберілді. Кушан мемлекеті Орталық Азия аумағында, қазіргі Өзбекстан, Қырғызстан және Қашқария жерінде қалыптасты. Біздің заманымыздың басында солтүстік шығыстан келген көшпелілер Бактрия жерін басып алды. Олар басып алған жерлерін 5 аймаққа бөлді. Сол аймақтардың бірі Кушан деп аталды. 2-ші Қатпыз атты билеушінің кезінде Кушан мемлекеті ұлғая түсті. Ол Үндістанға жорық жасап, оның солтүстігін бағындырды. 2-ші Қатпыз өз ақшасын шығартқан. Қатпыздың алтын теңгелері сауданың дамуына зор әсер етті. Кушандық билеушілердің ішіндегі ең әйгілісі Қанышке еді. Ол елде 23 жылдан астам билік жүргізді. Қанышке Үндістандағы билік құрған аймағын кеңейтті, қазіргі Шығыс Түркістан жерін басып алды. Осы кезеңде алғашқы құрлықаралық ірі сауда жолы ашылды. Ол Қытайдан басталып, Римге баратын Ұлы жібек жолы еді. Соның арқасында Қытай, Сақ және Кушан саудагерлері Мысырға жетті. Ал римдік саудагерлер Қытайға керуен тартты. Олар сөз жоқ, Кушандар жері арқылы өтетін еді.